Сауат ашу 113 сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, П дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен П әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында П әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. П әрпін көркем жазасың. Балалар, сабағымызды бастамай тұрып, дана өкінің жіберген жұмбағын шешіп көрейік. Қаймықпайды күштаңнан, қорқады тек тышқаннан. Ол не деп ойлайсыңдар, балалар? Күштаңдардан қорықпайды екен да, кішкентай тышқаннан қорқады екен. Әрине ол піл. Піл деген сөз қандай дыбыстан басталып тұр, балалар? П дыбысынан басталып тұр екен. Бүгін біз П дыбысымен әрпімен танысамыз. Қане бәріміз П деп айтып көрейікші. П. Қалай айтылды, балалар? П дыбысы айтылған кезде өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды. Яғни П дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады екен. П дыбысын көк текшемен белгілейміз. Енді балалар, П дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Піл сөзінде П дыбысы сөздің басында тұр. Буынға бөлейік. Піл. Бір буын бар. 3 дыбыс бар. 3 әріп бар. 1 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс бар екен. Келесі суретте не көріп тұрмыз, балалар? Кірпіні көріп тұрмыз. Кірпі сөзінде П әрпі сөздің ортасында тұр. Буынға бөлейік. Кірпі. 2 буын бар екен. 5 дыбыс бар. Оның 2-і дауысты дыбыс, 3-і дауыссыз дыбыс екен. Келесі суретте біз нені көріп тұрмыз, балалар? Әрине кітапты көріп тұрмыз. Кітап сөзінде П дыбысы сөздің соңында тұр. Буынға бөлейік. Кітап. 2 буын бар. 5 дыбыс бар. Оның 2-і дауысты, 3-і дауыссыз дыбыс екен. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен, балалар, П дыбысы дауыссыз дыбыс екенін білдік. Ол сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді оқы. Түсіріп қақпанға жыланды ол ұстайды. Тып-тыныш жатқанда шөткеге ұқсайды. Бұл өлең не туралы, балалар? Әрине бұл кірпі туралы. Кірпі сөзіндегі саған таныс емес қай әріп? Енді, балалар, П әрпі бар сөздерді оқып үйренейік. Апа, апан, пана, сап, қап, тап, арпа, атпа, теппе, ақпан, қақпан, кептер, әріп, әлима, әдеп. Жақсы, балалар. Енді мына мәтінге қарайық. Мәтінді оқиық. Көжек кірпіге келіп, сенің киімің қандай жаман еді? Толған тікенек қой өзі деді. Оның рас, осы тікенек киімім мені неше түрлі жыртқыштардан қорғайды. Ал сенің әдемі киімің өзіңді қорғай ала ма, деді кірпі. Кірпінің сұрағына көжек қандай жауап айтады деп ойлайсың? Айтып көр. Әдемі сөзіне мағынасы жуық сөздер тап. Балалар, П әрпін жазып үйренеміз. П әрпінің бас әрпі 3 элементтен тұрады, ал кіші әрпі 2 элементтен тұрады. Жұмыс дәптеріміздің 20 бетіндегі П әрпімен
п әрпі бар буындарды жазып үйренейік. Әдемі көркем жазайық. Жарайсың балалар, сабаққа жақсы қатысты деп ойлаймын.